Бәріне сәлем. Қалайсыңдар? Жылы киініп жүрсіңдер ме? Қыста дала өте суық. Бүгін мен ауа райы туралы сөйлеймін. Астана қаласында ауа райы жиі өзгереді. Қыста Астанада ауа райы өте суық болады. Таңертең ауа қатты суық. Кешке одан да суытады. Аспан көбіне бұлтты болады. Кейде күн ашық болады. Бірақ күн жылытпайды. Қыста жел өте жиі соғады. Жел қатты және суық болады. Қыста қар көп жауады. Қар ақ және қалың болады. Кейде қар баяу жауады, кейде қатты жауады. Қар жауғаннан кейін қала аппақ және әдемі. Температура жиі -20 болады. Кейде -30 градусқа дейін төмендейді. Түнде аяз күшейеді. Қыста боран жиі соғады. Боранда жол көрінбейді. Сондықтан далада қауіпті болады. Қыста адамдар жылы киінеді. Олар қалың күрте, бас киім, шарф және қолғап киеді. Көктемде ауа райы салқын болады. Бұл мезгілде күн біртіндеп жылынады. Көктемде жаңбыр көп жауады. Кейде жел соғады. Жазда Астанада ауа райы жылы немесе ыстық болады. Жаздың күндері шуақты және көңілді. Температура 25 немесе 30 градусқа жетеді. Жазда жаңбыр аз жауады. Бірақ кейде найзағай болады. Күзде ауа райы қатты салқындайды. Күзде жел күшейеді. Жаңбыр жиі жауады. Күн қысқарады, ал түн ұзарады. Ауа райы адамдардың өміріне өте қатты әсер етеді. Суық күні адамдар жылы киінеді. Ал жылы күні адамдар жеңіл киінеді. Жаңбырлы күні қолшатыр алады. Мен ауа райын күнде қараймын. Ауа райы болжамын телефоннан қараймын. Болжамда температура, жел және жауын-шашын көрсетіледі. Астана қаласының ауа райы ерекше. Бұл қалада желді күндер көп. Ауа райына әрқашан дайын болу керек. Жылы киініп жүріңдер. Тыңдағандарына көп рахмет. Сау болыңдар.